Трамп ақыры экономикалық соғысын бастады. Канада, Мексика және Қытайдан келетін тауарларға баж салығын салды. Бұл не білдіреді? ақш президенті Дональд Трамп Канада мен Мексикадан импортталатын тауарларға 25%, ал Қытайдан келетін тауарларға 10% баж салығын салды. Ақ үй сайтында жарияланған құжатқа сәйкес, Канададан келетін агроөнімдерге төмендетілген 10% тариф қолданылады. Бұл шешімнің себебі ретінде Трамп Мексика, Канада және Қытайды заңсыз иммиграцияны тоқтатуға және қауіпті тауарларды жеткізуді тоқтатуға мәжбүрлеу деп атаған. Мексика президенті Клаудия Шейнбаум бұл шешімге жауап ретінде экономика министріне Б жоспарын іске асыруды тапсырды. Оған тарифтік және тарифтік емес шаралар кіреді. Канада премьері Джастин Трюдо ақштан келетін тауарларға 25% қарсы баж салығын енгізді. Трюдо Трамптың әрекеттері бізді біріктірген жоқ, керісінше бөлді деп мәлімдеді. Қытай сауда министрлігі ақштың бұл қадамы дүниежүзілік сауда ұйымының ережелерін өрескел бұзатынын айтты. Ел билігі ақшқа қарсы тиісті шаралар қабылданатынын мәлімдеді. Ал енді бұл не білдіретініне тоқталайық. Бұл Трамп бастаған экономикалық соғыстың алғашқы қадамы. Мұндай баж салығы ақшқа импортталатын тауарлардың қымбаттауына әкеледі. Бұл әсіресе автомобиль өнеркәсібіне, ауыл шаруашылығына және бөлшек саудаға қатты әсер етеді. Канада, Мексика және Қытай қарсы шараларын енгізіп жатқандықтан, бұл ақш экспортына да соққы болады. Бұдан шығатын қорытынды, ақш осы мемлекеттермен келісімге келе алмаса, дүниежүзілік экономикаға теріс әсерін береді. Ал Қазақстанға ықпалы қандай болатынын әшкере Телеграм арнасынан оқи аласыз, сілтеме профильде.